басты үйінде неменеге шапка киіп алған деп таң қалып отқан шығарсың. Біле, өзім де таң қаламын ғой, неменеге киіп алған білмеймін. Образ деп киіп алдым. Мне так душно сейчас, ауа жетпей жатыр, но бірақ мен шыдаймын деп ойлап тұрмын. Мен бүйтіп осы разборда білмеймін, үстіп отырғым келіп тұр, өз-өзіммен үстіп көз алдыма елестетті, өйткені бүгінгі тақырып бізде комплекс Мадонны и развратницы. Ойбай, на бүгінгі тақырып взрыв мозга. Миың бүйтіп жарылады ғой. Миың жарылады да, сосын маған Айдына ханым рахмет, Айдына ханым қышимамың деп тұрып рахметіңді айтасың ғой. Өйткені как всегда, Айдына, сен көзің бүйтіп тұрып ашады, мына бір розовый, фиолетовый очкилерің былай чечеді, сосын миыңды реттеп береді. Соның барлығы тегін болады. Сол үшін реакцияңды басып отыр хотя бы, да? Начнем? Барынша бір бүгінгі разборда Мадонна бола қойыншы десем, блудница болып кетіп жатырмын ғой. Өзімнің рөліме қайта бүйтіпші деп еніп кетіп жатырмын ше. Да, болмады я. Қатты ыстықтап кеттім я. Дым ренжімеңдерші. Я хотела прям өзімді бүйтіп ше. Әдемі ұстағым келіп еді. Нет, не получается, блядь. Ладно, хуй с ним. Барынша сендерге түсінікті болса болды емес па, я? Главное, сендерге бүгін әдемі миларыңа осы разборды жеткізіп берсем болғаны. Так, неге сендерге бүгінгі разбор маңызды, сендерге керек разбор? Өйткені біздерде, еркектерде 90% осы комплекс бар. Біздерде көп ер азаматтарда бұл комплекс бар. Тереңірек үңілетін болсақ, барлығы тәлім-тәрбиеден, отбасылық қарым-қатынастан басталады. Қалай бұл ер баланы тәрбиеледі? Шешесінен қандай тәрбие алды? Әкесінен қандай тәрбие алды, я? Үй ішіндегі қарым-қатынас. Вот, осыған үңілетін болсақ, біздерде ойбай, мына, қалай айтсам болады? Әкесінен осы жалғасып келе жатыр да, жалғасып келе жатырған бір көрініс. Инабатты ибалы әйел, инабатты ибалы анасы и желаяқ әкесі, которому все, блядь, можно. Вот. Яғни измена жасайды, ұрсады, айқайлайды, ұрады, абьюзерлік қарым-қатынасымен бала шағасына да, жарына да осындай бір образды көрсетеді, и өсіп келе жатырған ұл бұны норма деп қабылдайды да, өйткені одан басқа қарым-қатынасты ол көрген жоқ. Және тағы енді оралайық, әйелге инабатты, басында орамалы бар, өзінің жаңағы ыңғайлы үйге киетін киімі бар, ыңғайлы жұмысқа, үйдің тіршілігіне. Я? Вот. Кухарка, домработница бейнесіндегі анасы. Осындай образдағы өзінің анасы. Анасын ұл бала қатты жақсы көреді. Ұл бала анасына қаттырақ жақын болады, қыз балаға қарағанда, я? Өзің де байқайтын шығарсың. Вот қызбен легче. Емшектен де шығару, садикке де апару, бір, білмеймін, қыздар бір өз аяғына өзі нақ тұрып кетуге, бір жетістіктерге жетуге, қадамын басуға тырысады, өйткені сендегі қарым-қатынаста сондай да, қыз ба. Ты можешь. Вот ты не пропадешь. А он там маленький, он кішкентай, мама, оған қарасаң да, мама, мұрын боғағып, мама деп тұрады. Енді мойындағымыз келсе де, келмесе де, факт остается фактом. Менің де балаларым маған жақында, мысалы. Жақын, бәрібір жақ. Бүйтіп тұрасың, ұл балаңды әлпектеп тұрасың. Расей. Біздің әйелдер енді баласына, ұл баласына жақын болады, оны біз әлпектейміз. Жүре алмай жатырса, бірінші қадамның өзі. Қызды жібереміз, құласа құлап үйренсін.
жыласа жылап үйренсін. Өмір ешкімді аямайды. Бізде осындай позиция, ешкім мойындағысы келмеді, это факт. А ұл бала, ойбай құлап қалады-ау. Бірінші қадам басса да тосып аламыз ғой, құламай жатып, тосып аламыз. Горшоктан да кеш шығады, жағы қойныңнан да кеш бөлек шығарасың, бөлек жатқызып, яғни барлығы қыз балаға қарағанда кешінен болады, өйткені біз оларды аялаймыз, әлпештейміз, больше жақсы көреміз, больше бір материнский инстинктіміз бір оянып тұрады, әйтеуір ұл балаға келгенде дым көрмегендей бір жабысып. Вот, не только ты, сенің шешеңнің шешесі, вот өстіп әлпектеп алып, қотағына жүн шыққанша әлпектейміз ғой. Ойбай, ол армияға бармасын, өліп қалады, басына удар алады, мақұл, армиясы құрсыншы. Ойбай, ол аяққа бүйтпесін, мынаяққа сөйтпесін. Ойбай, қасқа депші. Жырлаймыз. Вот, қотағына жүн шыққан кезде, енді қотағына жүн шықты, қатын алды, тағы әлпектейді ғой. Тағы әлпектейді. Қатыны бір зұлым біреу кеп, менің баламның жүрегін жаралап қоймасын, жүрегін до такой степени ортасына жатады ғой. Күнделікті қасында жатпаса да санамен, төсекте бірге екеуі пері сатса, қасында жатыр мамасы. Сондықтан да көп келіндер, ойбай, ене депші, жырлап маған қаншама хаттар жазады да. И не только маған, психологы болса, қандай мамам болсын, менің енем деп 2 метрлік хаттарын жіберіп жатады. Келіншектер. Ондай қарым-қатынасты көріп өскен ұл бала, ол емшектен шықпаған, кіндігін кеспеген сілімтік болады да. Сілімтік, өз өміріне жауапкершілік ала алмайтын, өз отбасына өзі ие бола алмайтын, ему все можно. Бір сөзбен айтқанда, оның ойынша, так и есть, ему все можно. Отбасына асырай алмай отыр ма? Міне де тығып бақшасын беріп жатады. Бір қадамдардан қате жасап жатыр ма? Қарыз алып жатыр. Бірдеме не получается, қайта-қайта әлпектейді. Анасы бар ғой. Ажырасып жатса, ажырас, мен саған одан да лучшыйын тауып беремін, лучшая бар. Сенің әпшуіңе мынандай қатындар лайықты, мына қатындар деп ше, ұру да тұру боп, келін против ене боп, ойба, мына жақта ішкі соғыс болып жатады ғой, үй ішіндегі. Әпшуіне жүн шыққан ұл бала, еркек, бірақ ол әлі ұл бала, ол әлі әшін, ол әлі пәшін, ерке тотайы шешесінің. Конечно, ол өз-өзіне шешім қабылдамайды, өз отбасын өзі асырамайды, бір жерін қасып, диванда жатады. Неге дейтін болса, ол тура өзінің анасының копиясын алады ғой. Мен сіздерге айтайын, тут мать да анасы, мына жерде тағы анасы ғой. Әйелі атты анасы. Ол неге әйелі атты ана, то есть анасының копиясын неге алды дейтін болсаң, бұл ер азаматта комплекс Мадонны и блудницы. Өйткені ол өз анасын пір тұтады, өз анасын жақсы көреді. Қызық болып келе жатыр, түсініп келе жатырсың өйткені. Енді қара, неге ол ер азамат өзінің анасының копиясын алады? Неге ол сондай әйел, қыз баласын солай іздейді? Инабатты, ибалы, әйел, қатын болатын қыз дейді ғой. Бізде осы сөз мынау. Әлі де актуальны, понимаете? Қатын болатын қыз дейді. Яғни, оның уже миында образы тұр, анасының образы. Өйткені ол анасын көріп өсті ғой, енді тек оның іс-әрекеті дұрыс, оның жасағаны дұрыс, оның алақаны сондай жылы. Емшегі қандай, емшегінің сүтінің өзі қандай, жып-жылы тәтті, қойны қандай, сүттің иісі шығады тамақпен қоса, ол қандай инабатты, сабырлы келіншек, анасы сондай керемет адам, анасы сондай мейірімді, кешірімшіл, ақылды, дана, ол ер азаматтың ойынша. Әкесі ұрса,
даналықпен кешіреді, айқайласа даналықпен үндемейді. Отбасын сақтау керек қой. А біздерде отбасын сақтау тек әйелдің міндеті мойнында. Әкесі жаңағы блудницаға шет жақтан барып жүр екен, жаман қыздарға. Ол бала не істеді? Көріп тұр да, оказывается, сексуальный қыздардың бәрі жаңағы ашық киінетін, өз еркінше өмірді сүретін жаңағы сучка дейікші. Сучкаларды тек сығу керек екен ғой сырттан. Қатын керек болса, целка-пилка үй напатты пленкасы ашылмаған, бидап маған табынатын қатын керек. Жаман қыздар дегені, жаман қыздар емес, олар еркін қыздар. Өз қалауынша өмірін сүретін, өзінің жеке шекарасы бар. Қандай киім кием десем, мысалы мынандай кофта киеді, корсет мысалы. Өйткені ол қыздың ойынша бұл развратный емес, бұл әдемі, өзінің көзқарастарымен, еркін отбасында да әке-шешесінің осындай жылы, жақын қарым-қатынастарын көріп өскен, нормальный, здоровые отношения, дұрыс қарым-қатынасты көріп өскен қыздар, сол қыздар жаңағы әшөннің әкесіне ұнап тұрда, әшөннің жаңағы ер азаматтың әкесі негізі сондай қыздарды жақсы көреді. Бірақ алады осыны. Қатипашты, допустим, осыны көріп өскен ер бала, әшөн дейікші, соның балалық шағына оралып жатырмыз ғой, неге ол осындай болып өсті деп сұрақ қоюдамыз. Әкесін көрді, мынандай қыздармен оказывается сөйлеседі екен, барады екен, қосылады екен, әдемі сөздерін айтып ана елге қызға, жаным сүйем күнім деп. Әйтпесе сучка мә береді оған көтін, тегін көт беретін кім бар? Сағат, мысалы, жәлептердің өз сағатын ақша сұрайды, мысалы, допустим. Енді оны жаңағы әкесінің, күйеуінің изменасын көрген Қатипаш жылайды в подушку. Деп әкесі келген кезде әшөнің екеуі ұрсады. Сен неге онда әйелдерге барып жүрсің, маған даже қысқа киіндірмейсің. Бірақ сен өзің сондай келіншектермен жүрсің, измена жасайсың маған, ол жәлептермен. Неге мені алдың? Неге айтшы? Неге менің жүрегіме қаяу салып жатсың? Неге маған измена жасадың ол жәлептермен? Әйел ызалы, әйел барынша сол бір инабатты, әдемі образға сәйкес келуге тырысты да, өмір бақи да. А тут вдруг күйеуі измена жасап жүр. Яғни, не істесе де неге мен саған не істесем де жақпадым деп. Осы еркегі мен сені сүйемін, анау-мынау, просто олар шлюхалар ғой, бір сағаттық, бір күндік, мән бермеш, кешірші деп кешірім сұрайды. Осы сценканы көріп отырған әшөн, ертең өскен кезде дәл осы сценарийді қайталайды. Ол ұғып қалды. Якорь болып миында сақталып қалды. Ашық-шашық, яркая женщина дейміз ғой, сучка. Оказывается, она шлюха, Алланың миында, санасында сақталып қалды. Қысқа киген, шашын қызылға бояған. Бұл ит жәлеп екен ғой, менің әкемнің басын айналдырып алған екен ғой. Жәлеп, плохая. Менің мамамды ренжітті, менің сүйікті анашымды ренжітті. Осы қаншық бәріне кінәлі, оказывается. Ол қаншықтарды тек сүйуге болады екен. Үйге өзіме қатындыққа осындай дәл анам сияқты екінші копиясын аламын. Көрдің бе? Барлығы сақталады. Өседі бала. Өскеннен кейін дәл өзінің анасының копиясын алады. Өйткені сол образ, сол бір покорность, невинность, инабатты әйел оған таныс. Өйткені ол сондай әйелмен бірге өмір сүріп, осындай тәрбие көріп өскен ер бала, ер жеткен кезде қыз баласын екіге бөледі. Баратын қыз,
шлюха, сені сігіп алу керек нахуй. И аллаттың қыз, жоным, менің ұлымды, қызымды туып береді. Светті өшіріп бүйтіп, инабатты сігісеміз. Вот басқасын істемейміз. Вот минет, шминет, куни, шмуни, золотой дождь, осының бәрін мен блудницамен жасаймын. Ал сенімен мен балаларымның анасы ретінде, өзімнің анам сияқты аялап тұрып қараймын. Но мен сені қаламаймын, понимаешь? Түсінесің бе? Пиздец па? Пиздец, да? И енді бұлардың төсектеріне ораламыз, бұл қызық. Сценарий мен осындай образды ғана көріп өскен ер бала қыздарды екі типке бөледі санасында. Көрдің ба? Мұны кетіп бара жатыр в мини-юбочке, да? Девчуля, красотуля. Шлюха, нахуй. Менің шауқатымды ашып, мені деген санамды құртып, не күйіп оған желеп, тозақта жанып, бірақ, блядь, не қотам тұрып атырған, нахуй, блядь, депші, қалайды. Әпшу тұрады соған, үйінде қатыны отыр, светті өшіріп, инабатты сігісіп, зайбал шығып кетті да, бала туылып атыр, 4-еуі, 5-еуі, 6-ауы. Но, блядь, қотақ тұрмайды. Уже порно көресің, уже жаңағы, анақтағы смс-пен голый фотоны жіберші деп туалетте отырасың, ананы көріп аласың, тұрғызып, барып анаған кіргізесің да, өзің инабатты әйеліңе. Бұл әйелге, тек анандай бала жасату үшін, үйді жинату үшін, жаңағы, енді, әйелім деп қарайсың, но не как любовница, но не как ерекше төсек, ешқашан оған олай қарай алмайсың. Бүйтіп қотағыңды анаған тұрғызып келдің ғой, тұрып келатқан қотақты. Мен Айдана Реттің курсында минет дегенді сондай жасап көрейін ба, жан мырзам, ақпатшам саған жасап көрейін ба десе. Дүр наху, оны жәлептер жасайды, не ағыл деп оттап отсын, сука, наху. Қай жер сені құртты? Кім ол Айдана Рет деген, наху? Сен не жәлепсің ба, не қотақта озғалатын, наху? Мен әдемі белье алып едім, шеш, наху. Бельені жәлептер ғана еді, наху. Ден салма сен, наху, не құртыл жүрсің, не қышынып жүрсің? Бля. Блудница, әшön и қатипаж. Бұл үштікте бақытсыз әйелі. Өйткені мұны үйтіп қаламайды. Оған махаббат көзімен қарамайды. Әйелге ең сұмдығы ер азаматының қаламағаны. Ер азаматының тамсанбағаны. Әйел өзін әйел сезінбейді. Қалаулы әйел сезінбейді. Ол сондай бақытсыз. Түсініп отырсың ба? Ол сондай бақытсыз, жалғыз, мына жері дыра, мына жері пустота, понимаешь? Қалайды сол бір махаббатты, ер азаматының сол бір алау, ыстық, ерекше, былай төсекті. Ел сайыптыларсың ұрсыңдер, сіңдер жоқ. Енді Мадоннамызға, инабатты ибалы келіншегіне оралайықшы, ішінде не болып жатыр? Вообще бәрі қалай болды, қалай басталды? Мен білмеймін, әшөнмен мына инабатты келіншек қыз қалай танысты? Мүмкін телефонмен, мүмкін кездейсоқ екеуі танысып қалды, бір жерде, білмеймін. Но бірақ сол таныстықта әшөн өзінің ережелерін бірден, сен байқамаған кезде ол бірден айтты, негізінде. Қандай керемет қызсың. Көйлегіңнің өзі қалай өзіңе жарасып тұр. Іш жері ашық емес. Өзің сондай биязы екенсің. Маған сондай ұнайды. Жүрегім махаббатқа толып, прям жүрегім қатты дүрсілдеп саған ғашық болып тұрмын. Сен өзгешесің. Мына жәлептерге ұқсамайсың. Жәлептер демесең, бәрі бұзылған, сен басқашасың. Сен мынаусың, олар мынау, понимаешь? Сен сияқтылар аз деп сигнал тастайды. Құлаққа әдемілеп тұрып іледі ғой. Сен сондай кереметсің. Сен еще сөйлесе келе, да? Кешкісін шықпайсың,
ішкі қыздардың бәрі, біреу клубта, біреу анда, бір жігіттермен хахада хихи. Сен менің жан жарымсың ғой, прям жүрегімен чувствую, прям сен сияқты қыз жоқ қой, түсінесің бе? Сен вот менің әйелім боласың, мен қатты сені алғым келеді, маған тұрмысқа шығасың ба деп ше. Пиздец деді ғой, ебать. Ал жаңағы Мадоннаның, инабатты қыздың ойында не? Сразу анализ. Оказывается, бұған қысқа киген ұнамайды. Жырпаңдаған қыздар ұнамайды. Қатты боянғандар ұнамайды. Ұнамайды. Кешкесін шыққан ұнамайды. Жаңағы олар жәлеп кетеңейді екен ғой. Мен жақсымын ғой, мен инабат. Мен сондай екенмін ғой. Деп жігіт ұнап тұр маған. Әрине саған ұнайды. Ұнамасқа қалай? Сен оны ұнатуың үшін ол бәрін жасайды ғой саған. Жүріп жүрген кезде алып алу үшін. Өткен сен алатын қызсың ғой, түсінесің бе? Бәрін жасап, мына жағыңнан бір шығып, ойбай жаңағы. Өзінің жаңағы списогін шығарып берді ғой саған. Сен сол списокке өмір бақи сәйкес келу үшін бәрін жасайсың. Яғни сол бір инабатты маскасын киесің. Да, сен енді сондай бір таза жаным, целочка, пелочкасың, мен түсінемін, да? Ты и так сондай болған жоқсың, да? Может, возможно. Бірақ одан сайын жаңағы бір масканы киесің. Менің ер азаматыма осындай қыз ұнайды екен, мен осындай болып жүрейін. Блядь, прикольно бірінші жылы. Екінші жылдан бастап, это не прикольно, блядь. Елдер 10 жылдап, 20 жылдап бір маскасымен күйеуінің алдында. Инабатты бір бақи өзінің әшөніне ұнау үшін, күйеуіне ұнау үшін, сол бір масканы жылдар бойы тағады ғой. Блядь, мен өз көзіммен көрдім. Өте көп сондай парочкаларды, блядь, пиздец, это просто кешірім сұраймын, но это просто жесть. Еркегің көзінше бүйтіп отырады, өзін салмақты ұстап. Қыздар болып шығамыз ғой, қанғуға. Ха-ха, хи-хи, блядь, мынандай қыздар. Бірақ ер азаматтың көзінше бүйтіп, блядь, анау бүйтіп қалады ғой ше. Инабатты болып шешесі танымай қаласың. Кім? Сандуғаш? Яптыбаймет, не болды саған? Ана еркекті бөлек көрсең, ер азаматтың да, әйелінің көзінше бөлек. Оған совсем другой. Ебать, андақ-мұндақ бейтіп қалған. Әйелінің көзінше Сандуғаш шай қойшы. Сонымен менің ойымша депші, о бойш. Қойшы депші. Сандуғаш шайыңды ұсталып кеш депші. Еркек пиздец қып өзін ұстайды да. Блядь, кім ашын? Біз сені білеміз қой нахуй. Нәғыл деп отсың? Пиздец образдар. Андай бір отағасы шешесі, қотағасы вообще. Тасташ, ебать нахуй. Анау да бір депші. Егеу бір-біріне маска. Вам не сложно, блядь? Шаршамадыңдар ма маскамен өмір сүруге? Масқара ғой мынау деген. Сөйтіп жүреді бала шаға үшін, өтірік бір-біріне анау инабатты бала, отағасы деп жүреді. Мынаусы жүреді деп ше, ар жақта любовницасымен нақырсы кісіп бейді, деп ше, деп жаңағы әпшуіне дейін жалап береді, әйелінікін жаламайды, пиздец нахуй. Ана же Мадонна шешесі, инабатты менің сүйікті әйелім ғой, деп. Көрдіңдер ма? О баста жасаған дұрыс емес қадамдарың, өтіріктерің соңына дейін сендермен бірге болады да. Бірақ сен қаласаң соңына дейін, немесе ол қаласа. Бірақ еркек пен әйелдің әйтеуір біреу шаршайды ғой. Зайбал өмір ғой негізі. Өмір бақи деп ше. Өмір бақи деп шаршайды да. Сосын маскаларын шешіп тастаған кезде ана екеуі. Еркек, әйел да пиздец болады сол кезде. Вот. Қатын кетеді басқа, мынау еркек кетті анаған. Өзгертуге болады ма бұндай қарым қатынасты? Әрине, жаным, жандарым. И даже мен еркек қазір көріп отырса, әрине, братан, блядь, все возможно. Просто қорықпаш, без маски өмір сүрш. И әйеліңді жақсы көріп қалаш кәдімгідей. Аттан өз қатының тұр ғой. Өз қатының тұр ғой. Оған тек балаларыңның
анасы шешесі сүйікті жарым деп қарамай, кішкене бір шлюшкам, блядь, сучкам деп махаббат көзіңмен, қалайтын көздеріңмен қарап төсектеріңе ерекшелікті енгізсе қорықпай. Ол ана стринге-принге келгенге ол жәлеп болып кетпейді. Бүйтіп кеткенге сөйтіп кетпейді. Қорықпашы, не болды? Ана барып жүрген қыздарын, мен саған айтайын, жақсылыққа апармайды. Бір күні әйеліңде заебал шығып кетеді да, оны қалайтын ер азаматқа кетуі мүмкін да. Как есть айтып тұрмын саған. Бүйткендерден шығады көбісі, потому что сен оған запретті қойдың, түрмеге қамадың, өтірік масканы қинап тағып бердің, шешесі. Ол саған ұнау үшін бүйт бір күн жүреді, 2 жыл, 3 жыл, в конце заебал шығады. Оны жынсың ба? Мені көріп отырған қыз келіншектерге айтарым. Ешкімнің саған таңдап берген образына сәйкес келуге тырыспай-ақ қой. Будь собой, жаным. Ты такая прекрасная, охуительная. Сен осы қалпыңмен жақсы көретін бір қотақ әйтеуір табылар, грубо болса да ренжімеңдер да. И хватит уже писькаңды бүйтіп ұсынып отыруға. Мен деп, мен алтта тұрам, жетте тұрам, бүйтіп сөйтем. Мен сен мамаңмен тұрам, нахуй. Таңдайтын кезең келді. Таңдау керек. Таңдаймыз, қыздар. Так, у тебя стоячий там, скорострел емессің ба? Қанша сантиметр там? Дорогой мой, сколько зарабатываешь, да? Бөлек тұрамыз ба, бірге тұрамыз ба? Қандай жұмысың, қандай бизнесің, немен айналысасың, үйшіңмен қарым-қатынасың, шешеңмен танысқым келеді, потому что я хочу ее поближе узнать, как бы, да? Извини, жерде жатқан қыз жоқ, айналайын. Менің высокий стандартыма сен сәйкес келуге тырыс. Өйткені мен сияқты тек жалғыз. Я единственная такая, ни на кого не похожая, да? И меня надо заслужить, да? Мен үшін сен не істей аласың, қандай қадамдарға бара аласың? Түсінесің ба? Вот, самооценка қайда жатыр. От крайности в крайность кетпей, золотая серединаны ұстайықшы, жандарым, сосын. Ойбай, Ретта бүйтіп айтты, тек сішкілер жақсы көреді екен ғой. Наға қызыл тамадан қайда, менің стринге-прингейім қайда деп ше. Деп ше. Ойбай, нет, девочки. Ортаны ұстаныңдар, айналайындар. Мен сөзім тіке қабылайтындар бар ше. Ойбай, керек кезінде жағы инапатты ибалы бола қаламыз, біз бола аламыз. Поддержкасын бере аламыз. Демеуіміз ақылды дана болып жаңағы. Жақсы, енең жақсы болып тұрса, неге бірге тұрмасқа? Мысалы да, егер ол жақсы болып тұрса, мысалы. Ер азаматтың сен үшін іс-әрекетімен барлығына дайын екен, махаббатын бәрін төгіп атса, оған в ответ беру керексің. Сондай бір махаббатты, жылулықты, поддержканы, сөзбен кейде сігіп ал нахуй. Просто так. А чё? Ұнамайды маған, я хочу так деген сияқты. Вот, былай да былай ойнатамыз, қыздар. Бүгінгі разборым саған ұнады деген ойдамын. Өйткені мен қатты сен үшін тырыстым. Сол үшін реакцияңды басып, дайректке ойыңмен жазып, не ұқтың, не түсіндің. Бүгін кәдімгідей взрыв мозга болды, ақырындап алып келем, как всегда мен бүйтіп отырамын. Деймін да, пикна жеткізем, шешесіген. Я это умею. Копиркаларым менің. Попробуйте повторить. Ау, не получается. Тогда придумайте свое, блядь.